Саламатсыздар ма көрермендер, қалайсыздар? Бүгін сіздерге керемет әрі дәмді осындай тез уақытта жасалатын бауырдың жасалу барысымен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма қолдау білдіріп тіркеліп кетсеңіздер, ұнаса лайк басып комментарий қалдырсаңыздар, және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Ал ендеше тағамымызды жасап бастайтын боламыз. Тағамды жасау үшін бізге қажет болады, бауыр қажет болады. Ең алдымен бауырдың осындай бір қабат пленкасын алып тастайтын боламыз, тазалап. Мінекей бауырымыздың сыртқы пленкасын тазалап алдым. Енді осы бауырды жіңішке етіп турап шығамын. Дәмі шашликтің дәмі сияқты болып шығады, әрі ағзамызға өте пайдалы. Барынша жұқа етіп турауға тырысыңыздар. Аздап морозильникте қатырылған түрі тез туралынады. Сыртын тазалағанға да жеңіл болады әрі. Неке бәрін турап алдым. Енді ыдысқа саламын осыны. Енді бауырдың үстіне ас содасын қосамын. Толтырып бір шай қасық қоссаңыздар жеткілікті. Егер бауырларыңыз көп болатын болса, онда ас қасықпен қосасыздар. Оның барлығы үйдегі адам санына байланысты. Міне соданы жақсылап араластырдым бауырға. Енді осыны 20-25 минут қойып қоямыз. 20-25 минут тұрған бауырымды жақсылап салқын суда шайып алдым. 3-4 рет шайып алсаңыздар жеткілікті. Негізі ас содасы етке, көбінесе мариновкілерге қолданылады. Ол еттің жұмсаруына пайдасы тигізеді. Бұрынғы уақыттарда разрыхлительдің орнына пищевой соданы қолданған. Сондықтан барынша қорықпай қолдана берсеңіздер болады. Жақсылап шайып алғаннан кейін үстіне тұз қосамын. Татымына қарай бұрыш қосамын. Және де бір қасық ұн қосамын. Жақсылап барлығын араластырамыз. Енді қазір осыны қызып тұрған майға салып қуырып алатын боламын. Қызартып қуырып алсақ жеткілікті. Және де бір пияз ашып дайындап қойдым. Бұның жартысын майға қуырып алатын боламын, жартысына уксус қосып аздап шашликтікіндей пияз дайындап қоятын боламын. Теңдей етіп ортасынан бөлемін. Және де жұқалап тураймыз. Алдын ала барлығын шығарып дайындап қойайық. Неке бұл біздің уксус дайындайтынымыз. Уксусқа мынау майға қуырып дайындап аламын қазір. Жеткілікті бізге. Уксусқа қосып дайындайтын жуамызға міндетті түрде бір шай қасық уксус қоссақ, бір столовый ложка толтырып су қосып, солай барып пиязымызға мариновка жасаймыз. Неге сковородкамызға өзімізге керек мөлшердегі майымды құйып алдым. Және де екінші сковородкаға да май құйып қойдым.
Бауырды қуырып жатқан аралықта жуамызды да қуырып дайындай беретін боламыз. Ал, бисмиллах деп қызып тұрған майдың үстіне бауырды біртіндеп салып шығамыз осылай. Осылай тураған күйімізше ұзыншалап салатын боламыз. Бауырды білесіздер, тез аралықта пісіп қалады. Күшті болып, өте дәмді болып шығады. Осылай екі бетін қызартып, қуырып отыратын боламыз. Уже біздің бауырларымыз дайын болды. Екі беті де қып-қызыл болып қуырылды. Осылай барлығын қуырып ала беретін боламыз. Бауырымыз дайын болды. Үстіне қуырылған пиязды қосайын деп жатырмын. Саламын осылай. Пияздың үстіне аздаған тұзбен аздап қара бұрыш қостым. Және де екінші менің жуам уксусқа дайындалған жуа. Аздап укроп қосып жібердім. Толық рецепті описанияда қалдырып кететін боламын. Мінекей біздің уже тамағымыз дайын болды. Өте керемет. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Гүлжанар. Рахмет көп-көп.